Сәлеметсіздер ме? Сіздермен жаданы жақсыкүл. Дәл қазір біз квадратты функция модулі тақырыбы бойынша бірінші тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен бірінші тапсырмаға тоқталайық. Көріп тұрғанымыздай, бұл жерде бізде y тең модульдің ішінде x квадрат минус 2x минус 3 функциясы берілген. Осы функцияның графигін салуымыз керек. Ең алдымен біз айтқандай функцияны модульсіз жазып алайық. Модульсіз шығарамыз, яғни y тең x квадрат минус 2x минус 3 функциясының ең алдымен графигін салу үшін біз төбесінен бастайтын едік. Төбесін табайық. Бізде формуласы минус v бөлінген 2a арқылы x0 төбесін табамыз. Орнына қоятын болсақ, 1 шығады бізде. Енді y0 төбесі бізде минус d бөлінген 4a. Дискриминантты табатын болсақ, бізде 4 16 и 4 сонда минус 4 болады екен. Енді төбелерін белгілеп алайық. 1 мен минус 4. Міне минус 4, 1, міне төбесі тармағы жоғары қараған парабола екенін білеміз. Енді тармақтары қай OX осі бойынша қай нүктені қиып өтетінін анықтайық. Ол үшін OX деп алайын. y-ті 0-ге теңестірем. y-ті 0-ге теңестіретін болсам, содан бізде квадрат теңдеу шығады. Квадрат теңдеу шешу үшін біз дискриминантты қолданамыз. Бірінші түбірі бізде минус 1, екінші түбірі 3-ке тең. Сонда бірінші тармағы бізде минус 1-ден, екінші тармағы 3-ші нүктеден өтетін болып тұр. Енді графикті салатын болсам, басқа түспен алайын. Не? Осындай бізде квадраттық функция шығады. Енді бізде берілген функция модульде тұрғандықтан жалпы функция сыртында тұр модуль. Модуль дегенімізді білеміз, ол оң сан деген мағына. Яғни оң сан неге қатысты? Y-ге қатысты. Y-тің оң мән қабылдайтын аралығы 1 мен 2-ші ширек. Ал бізде 3 мен 4-ші ширекте тармақтары орналасып кеткен. Сол үшін біз осы тармақты жоғары қарай OX осі бойынша симметриялы көтереміз. Мына жерде минус 4 болатын болса, мына жаққа 4 болып келіп, яғни төбесі жоғарыға көтеріледі. Міне. Сонда бізде көріп тұрғандарымыздай, мына аралықты өшіп тастаймыз да, зеркально біз үстіне көтердік. Сонда пайда болған функцияның графигі міне. Тек қана бірінші және екінші ширекте ғана орналасу керек. Келесі функцияны көрейік. Төртінші тапсырманы орындайық. Дәл алдыңғы есептегідей модульсіз жазып аламыз. Бірінші төбесін тауып алайық. x0 төбесі. Формуласы минус v бөлінген 2a. Орнына қоятын болсақ, минус 6-дан 1. Енді y0 төбесін табатын болсақ, дискриминант 49, ал бізде 12 бөлімі. Төбелерін тауып алдық. Тармағы жоғары қараған парабола болғандықтан ол OX осімен қиылысады. Сол үшін OX осінің қиылысы нүктесін табам. Ол үшін мен y-ті 0-ге теңестірем. Сол кезде менде қарапайым квадрат теңдеу шығады. Оны кері теорема арқылы бірінші түбірі үнемі 1-ге, екінші түбірі с бөлінген а болған үшін минус 4 бөлінген 3-ке тең. Енді төбелерін белгілеп алайын. Менде 2 клетка бойынша аламын. Минус 6-тан 1, 3 клетка бойынша алайын. Себебі кішкене тырысып қалады. Минус 6-тан 1 және 49 бізде. Примерно ол минус 4. Мына жерді алайын. Минус 49 бөлінген 12. Төбесін көрдік міне. Тармағы жоғарған парабола. Біреуі 1-ден өтсе, біреуі минус 4 бөлінген 3. Яғни 1-ден асып кетеді ол. Примерно мына жерде. Мына жерде болайыншы. Так, кеттік салайық. Кетті. Мына жерді 1 деп алайық, мына жерді минус 4 бөлінген 3 деп алайық. Көріп тұрғанымыздай бізде бұл y тең 3x квадрат плюс 4x
3х квадрат плюс х минус 4 функциясының графигі, ал бізге модульдің астында керек болатын. Сол үшін үшінші және төртінші ширектің графигін жоғары қарай зеркально көтереміз. Сол кезде төбесі бірінші екінші ширекке көтеріледі. Бізде міне. Ал қалған екі тармағы өз орнында қалады. Сонда модульдің астындағы 3х квадрат плюс х минус 4 функциясының графигі міне қызылмен белгіленген. Сіздерге бәрі түсінікті болды деген ойдамыз. Біз жаңа ғана квадратты функцияны модульдің астындағы есептерін қарастырдық. Назарларыңызға рахмет.